Сәлем. Бүгін Ақсаяның ойыншықтары тағы бір атқа толықты. Біздің Ақсая атты өте қатты жақсы көреді. Нағашы көкесінің сыйлығы. Енді осыған распаковка жасаймыз. Видеоның соңында қай жерден алғанымызды, қандай бағаға алғанымызды айтатын боламын. Және қалай арзан алуға болатынын тағы да көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ақсаяның айтуынша бұл аттың аты Пегас. Мен бұл атты армандадым, ютубтан көрдім деп алғанша асықты. Алды, енді распаковкаға шыдай алмай жүр. Айналып ұстап, бәрін көргісі келіп, шыдай алмай жүр ғой. Ақкербезден қызғанып, садикке апарып, кімге көрсететінін бәрін ойластырып қойдық. Барлық балалар сондай ма? Әлде менің қыздарым ғана ма? Комментарий жазыңыздар. Барлығын біреуін қалдырмай оқып шығамын. Распаковкаға қайта оралайық. Упаковкасы өте әдемі. Коробкада барлығы көрсетілген. Сынбай келуі үшін жақсы оралған. Ойыншықтың 98% құрастырылған. Бұл жерде құрастыру керек тек каретаның оң жақ баспалдағы мен Пегастың қанаты. Басқа қиындық жоқ. Пегастың қанатын абайлап салыңыздар, өте нәзік жасалыпты. Пегас батарейкамен жүреді, жүрген кезде қанаттары қозғалады. Каретаның жоғарғы жағы осылай ашылады, және сапасы өте жақсы жасалынған. Дөңгелектері жақсы жүреді. Пластигінің сапасы жақсы екен. Каретаны осылай бөліп шешіп қоюға да болады. Пегас жүрген кезде осындай дауыс шығарады. Ақсая Пегасты каретасынан шешіп ойнауға кірісті. Қасындағы көк жылқы водолошадка деп аталады. Бұны папасы туылған күніне сыйлаған, оны да өзі таңдап алған. Бұл ойыншықтарды біз детский мирдан алдық. Водолошадка Эльзамен бірге 24 000 теңгеге алынған. Пегас каретасымен бірге 50% жеңілдікпен 14 290 теңгеге алдық. Жеңілдікпен алу үшін детский мир қосымшасын телефонға жүктеп, сол арқылы тапсырыс бере аласыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.